Сіздер осы күнге шейін қылмыс туралы ойласып көрдіңіздер ме? Неше жастан бастап адам жауаптылыққа тартылады? Сізге мектепте, университетте осы туралы оқытылып көрді ме? Біреу түсіндіріп көрді ме? Сіз оны өзіңіз ойласып көріңіз. Мектеп оқушысы болсаңыз, ойласыңыз, неше жастан бастап мен қылмыстық жауаптылыққа тартыла аламын? Ересек болсаңыз, студент болсаңыз, қазір тартыламын ба, тартылмайын ба? Әлбетте, бірінші адамның ойына келетін 18 жастан бастап жауап береді, 18 жаста кәмелетке толады дейді. Мүлдем қате түсінік. Бұны сіздерге көп жерде айтпайды. 9-10 сыныпта сіздерге құқық негіздері деген сабақ. Бұрын 9-10 сыныпта болатын, қазір тек қана 9 сыныпта бар. Құқық негіздері деген сабақ бар. Ол сабақты сізге кім берді? Ол сабақты сізге тарих пәнінің мұғалімі берді. Немесе сағат жетпей қалған кешіріңіз, география пәнінің мұғалімі берді. Мен заңгер географиядан сіздерге ештеңе түсіндіре алмайтын сияқты, география пәнінің мұғалімі де сізге құқық туралы ештеңе түсіндіре алмайды. Ол шындық. Сондықтан сіздерге құқық туралы, оның ішінде қылмыстық құқық туралы, оның ішінде қылмыс туралы аз-маз мәлімет бере кетсек деп едік. Оның ішінде қылмыс және қылмыс құрамы екеуі екі түрлі түсінік. Заңның ішінде үнемі қылмыс құрамы тұрады, ал өмірде қылмыс болады. Өмірдегі қылмыс ол әрекеттің бір түрі, ал заңдағы қылмыс құрамы сол әрекет туралы ой, сол әрекет туралы абстракция, сол әрекет туралы белгі. Сол белгілерді оқу, сөйтіп оқу арқылы тәрбиелену, оқу арқылы мынаны істеуге болады, мынаны істеуге болмайды деген тұжырымға келу, ол сіздердің міндеттеріңіз, борыштарыңыз және мемлекет алдындағы жауапкершілігіңіз. Енді қараңыз, 18 жасқа қайтып оралайық. 18 жастан бастап жауап бермейді. Жалпы қылмыс бойынша 16 жасқа толған адам қылмыстық жауаптылыққа тартыла алады. Бірақ кейбір қылмыстар бойынша 14 жастан бастап жауап береді. Кейбір қылмыстар деген қандай қылмыстар? Әлбетте, бірінші кезекте адамның ойына, тура сіз сияқты ойлап отыр көп адам, ол ауыр және аса ауыр қылмыстар. Жоқ, олай емес. Кейбір қылмыстар болды. Яғни, бұрын 21 қылмыс құрамы болатын, қазір 30 қылмыс құрамы, оның ішінде ауыр да, жеңіл де, орташа да, кішігірім де ауырлықтағы қылмыстар бар. Қылмыстар өзі 4 деңгейге бөлінеді. Кішігірім ауырлықтағы, орташа ауырлықтағы, ауыр және аса ауыр. Осылардың барлығы да бар. Не үшін олай? Өйткені ол 30 қылмыс жас күнінен балаға құлағына сіңірілген, миына сіңірілген, әбден сүзгіден өткен әлеуметтік жүгі бар. Жас күнінен бастап оған айтылған. Бұлай істеуге болмайды. Ұрлама, ұрма, соқпа, өлтірме, зорлама, ағаңның көзіне қайшылығы болма деген сияқты тәрбиелік мәні бар сөздер арқылы сіңірілген қылмыстар. Сіз 14-тегі балаға қанша жерден инсайдерлік ақпаратты беруге болмайды, акциз туралы ақпараттарды тізілімге жалған енгізуге болмайды деп үйретсеңіз де ол бәрі үйренбейді. Сондықтан 14 жастан бастап жауап беретін 30 қылмыс бар. Ал 14 жастан бастап жауап беру үшін ол 12 жастан кемінде немесе одан да ертерек айтыла бастау керек. Сіз осыны істедіңіз ба? Әлбетте істеген жоқсыз. Мен бір қызға дерек айтайын. 4 жыл бойына біз мектеп баспасынан құқық негіздері деген оқулықтың авторларының бірі болдық. Соның ішінде қылмыстық құқық менде болды. Соның ішіндегі ең көп таяқ жеген эксперттерден мен боламын. Не үшін? Біз 10 класстың баласына, 10 сыныптың баласына оқулық жаздық. 10 сыныптың баласы 16-17-дегі балалар. Ең жасы 15-те. Соларға 14 жастан бастап жауап беретін осы қылмыстар, олар қандай? Олар кісі өлтіру, денсаулыққа ауыр зиян келтіру, зорлау, қорқытып алушылық деген сияқты қылмыстарды айтып, біз түсіндіріп, оны істеуге болмайды, ол қандай қылмыстар деп түсіндіріп жібереміз оқулыққа. Білім министрлігінен бізге міндеттерді ескерту береді. Сіздің мысалдарыңыз өте қатыгез, мына мысалды алып тастаңыз, баланың психологиясын бүлдіруге болмайды, тағы басқа. Енді мен түсінбейтін бар. Ол балаға 16 жаста ондай мысалды айтуға болмайды, бірақ 14 жастан бастап оларды соттауға болады. Мен үшін түсініксіз.
ал ол адамдарға қаншалықты түсінікті екенін өздеріне аян.